Оу, балғынбек, айтайын десем ағамсың, айтпайын десем надансың. Үй берем деп халыққа ақшасын алдап алғансың. Белгілі бір ақынсың, сахнада айтысқан. Домбыра харам дегенде жағын неге қарысқан? Нұр Отанда болғанда халыққа пайдан тиді ма? Ринат шындық айтқанда ішін қатты күйді ма? Шыңғыс ханның баласы жошы бастыр қайтқанда қайғысын оның жеткізген ежелден қалған домбыра. Исатайдың барында қай қазақтан кемедім, бір қазақпен тенедім. Махамбет батыр жырлаған қазақтан қалған қазаққа атамнан қалған домбыра. Қазақтың қайсар қызы бар, намысын қолдан бермеген, домбырасын таста деп қолынан ұстап сүйреген. Қазақтың қызы батыр ғой, оларға бірақ көнбеген. Айшолпанның орнында Бекболат егер ұшқанда домбырасын тастар ед Түркия еліне қашқанда. Бір болайық қазақтар, бөлінгенді бөрі жейді. Іштен шыққан жау жаман, олар көзге көрінбейді. 5 күндік мына жалғанда кейбіреулер адамды қарсы қояр адамға. Нұрсұлтанның приказын орындаған Тазабек, поштқа шыққан адамды жертва деген Тазабек, полицияны жинап патуа берген Тазабек, аланға шыққан қарияны, аланға шыққан халықты жан басынан тептеген сен емес пе Тазабек? Ал Сабина, саған айтарым, қатынмен қатын болмаймын. Бай тапса егер өзіне, сол кезде сені қолдаймын.